Баршаңызға сәлем, заңгер Әйгерім Ермекбайдың каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге аресті шешудің 3 жолын нақты айтып беретін боламын. Міндетті түрде каналға жазылып, осы видеоға лайк қойыңыз. Кез келген счет арестке түсіп қалған жағдайда сіздер реестр должников сайтынан қарайсыздар. Яғни Google'дан реестр должников деп терсеңіздер, бір ғана сайт бар, өзі шығады. Бұл сайттың қазақшасы борышкерлердің тізілімі деп айтылады, егер қателеспесем, бірақ маған ол перевод ұнамайды, аударма, сондықтан да мен реестр должников деген маған айтуға ыңғайлы, сондықтан да мен осылай айта беремін. Реестр должниковтан қарадыңыздар, яғни иіндеріңізді сол жерге тересіздер, я? Одан кейін екі ақпаратты білуге болады. Яғни сіздер осы реестр должниковта барсыздар, немесе жоқсыздар. Бұл жағдайдың барлығын мен қазір айтып кетемін. Яғни реестр должниковта сіздер бар болсаңыздар не істейсіздер? Демек, сізге қатысты атқарушылық іс бар деген сөз. Яғни бұл жерде бірінші қадам сіздер жеке сот орындаушыға арыз жазасыздар. Іспен танысу туралы арыз жазасыздар. Бұл бірінші қадам. Одан кейін екінші қадам, яғни жеке сот орындаушы сізге екі құжаттың біреуін жібереді. Яғни сізге қатысты соттың шешімі шығу мүмкін, немесе нотариустың исполнительный надписі шығу мүмкін. Бұл екі құжаттан басқасы болмайды. Тек қана осы екі құжаттың негізінде ғана сіздерге арест қойылады. Нотариустың исполнительный надпись деп жаза салайын. Осы екі құжаттың біреуін сіздерге жеке сот орындаушы береді. Одан кейін осы екеуінің біреуін бергеннен кейін сіздер бұның күшін жоясыздар. Яғни бұл екінші қадам. Одан кейін бұның күшін жойғаннан кейін сіздер осы қаулыны, мына жерде соттың шешімі заңсыз деп тапқаннан кейін қаулы аласыздар, немесе нотариустың исполнительный надписін заңсыз деп тапқаннан кейін қаулы аласыздар. Сол қаулыны жеке сот орындаушыға қайтадан арыз жазамыз. Яғни бұл жерде істі тоқтату. Немесе осы жерде уже счеттарыңыз аресттен шығады. Бұл міне үшінші қадам. Қалай жазғандарым түсінікті болып көрініп тұрма? Скриншот жасап алсаңыздар болады. Себебі сіздер қайда арыз болсаңыздар да осы бір схема. Одан кейін айта кететін нәрсе, скриншот жасап алдыңыздар ғой, реестр должников, яғни сіздің счеттарыңызда арест бар, бірақ сіз бұл реестр должниковта, яғни иіңізді жазғанда шықпайсыз. Яғни сізге қатысты ешқандай ақпарат шықпайды, ничего не найдено деген ақпарат шығады. Бірақ сіздің счеттарыңыз арестте тұр. Бұл дегеніміз сізге қатысты банктың ПТП-сы бар деген сөз. Немесе инкассовое распоряжение дейміз. ПТП дегеніміз платежное требование, поручение, немесе инкассовое распоряжение деп айтылады. Бұл дегеніміз сіз банкпен несие шартын жасаған кезде ол жерде банкке өзіңіз келісіміңізді беріп қойғансыз. Яғни мен бір күн немесе 2 күн просрочка болсын, кез келген счетымнан ақшаны ала берсең болады деп өзіңіз банкке келісім беріп қойғансыз. Бұндай құзырет, бұндай құқық тек қана банкте бар. Сондықтан да банк осы өзінің құқығын пайдалана алады. Онлайн займдар немесе басқа да
басқа жерлерге егер қарыз болатын болсаңыз, оларда ондай құзырет жоқ. ПТП деген нәрсені тек қана банк қоя алады. Одан кейін сіз реестрдан қарадыңыз, сізге қатысты не бар? Штраф бар. Яғни бұл әкімшілік құқық бұзушылықтар, түрлі, мысалы үшін жаңағыдай жол ережесін бұздыңыз, немесе видеофиксация, тағы олардың түрлері өте көп, яғни кез келген барлық штрафты айтып тұрмын бұл жерде. Сосын налог, алименты, сосын соңғы кезде көп орын алып келе жатқан ситуация ол коммунальные услуги. Осы 4 жағдай бойынша счеттарыңызға арест қойылатын болса, ол жерде без вариантов, былайша айтқанда, себебі штрафты төлеу керек, налогты да төлеу керек, алиментті де, сондай-ақ коммунальный услуганы да жеке сот орындаушының ақысымен қосып төлеу керек. Ол жерде басқа ешқандай вариант жоқ. Мен сіздерге мұны счетті аресттен өз бетінше шығарудың 3 қадамы жайлы айтып кеттім. Барлық жерде осы схема, бір заң барлығына скриншот жасап, суретке түсіріп алсаңыздар болады. Онымен бүгін мен сіздерге арест шешудің 3 жолы жайлы қысқадан нұсқа айтып беруге тырыстым. Егер де сіздер осы сала бойынша курс алғыларыңыз келсе, төмендегі сілтемеге жазсаңыздар болады. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.